Сәлем достар, бүгінгі менің видеомның тақырыбы Геннадий Головкин ағамыз туралы болмақ. Бұл кісі қазақтың нағыз батыры. Ендеше кеттік. Геннадий Головкин ағамыз 1982 жылы 28 сәуірде Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазіргі жасы 38-де. Әйелінің есімі Алина Головкина. Геннадий Головкин ағамыз туралы баршамыз білеміз. Білмейтін қазақ, білмейтін Орта Азия елдері жоқ шығар. Головкин ағамыз туралы білмейтін Орта Азия елдерінің халқы жоқ шығар. Тіпті мынау Ресейге дейін танып жатады. Алайда Геннадий Головкин ағамыз өте керемет боксшы, бокс қолғап шебері. Менің мынау енді көпшіліктен ауылда жүрген кезде үлкен кісілерден естуім бар, олар былай айтқан болатын. Өткенде Геннадий Головкин ағамыздың бойы болды ғой, сол кезде былай айтқан болатын. Білесіңдер ма, мына Шешенстанның бокс UFC-ге қатысатын Хабиб Нурмагомедов ағамыз пәленбай күнде бокстасып табатын ақшаны біздің Геннадий Головкин ағамыз бір-ақ күнде табады. Дәл осындай әңгіме естіген болатын. Алайда бұл әңгіме қаншалықты рас мен әлі білмеймін, сол үшін де бұл нақты ақпарат болып алынбайды. Алайда мен Геннадий ағамызға сәттілік тілеймін, үлкен сәттілік. Қазақтың атын әлі талай танытарсыз. Рахмет достар.